Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз нақты товар жеткізу, сертификат және накладной толтыру мәселесін айтатын боламыз. Ең бастысы накладной толтыру. Накладной толтыру үшін сіз өзіңіздің порталыңызға кіресіз Госзакуптағы. Сосын сіз товар жабайын деген договорға кіресіз. Ол яғни рабочий кабинетті басқан кезде договор, мои договоры ішінде тұрады. Осы жерден өзіңіз жапқалы тұрған договорды ашасыз. Сол жерде қатарынан қарасаңыз, договор и согласование деген жер бар. Осы жерден кіреміз. Ең астына қарай түссеңіз, реквизиттер тұрады. Осы реквизиттарды біз накладнойға толтырамыз. Ал накладнойдың образецін қайдан аламын десеңіз, оны сіздерге міндетті түрде жекеңізге жіберетін боламыз. Ал дәл қазір қалай толтыру керек екенін толықтай айтып өтетін боламыз. Осындай сізге накладнойдың шаблонын жіберіледі. Бұл жерде міне толықтай көріп отырсаңыздар, иін, номер документа, ИП-ның атауы, қандай организация барлығы толықтай жазылған. Содан кейін мына жерде неше товар, сізде неше товар, соған қарай өзіңізге қысқартып аласыз. Мына договорда бізде бір ғана товар, лента, изолента. Сол үшін маған бір товар ғана керек толтырғанға. Ол үшін не істеймін? Накладнойға кірем, Excel-ға итог деген жерді қалдырамын да, басқа жерде осылай отметь етіп аламын. Маған бір товар ғана керек. Осылай аламда, мышканың оң жағын басып, удалитті басып, строку десеңіз, толығымен өшіп қалады. Сізге керегі ғана қалады, байқап тұрған болсаңыз. Енді иіннен бастап өзгертіп шығасыз. Мына жерде байқасаңыздар, иін копировать етіп аласыз. Excel-ға кіресіз. Бұны бір рет басқаннан ашылмайды. Сол себепті екі рет басасыз. Екі рет басасыз. Осылай басып тұрып, ставитті бассаңыз, ол міндетті түрде ауысады. Номер документа. Егер де сізде бірінші товарыңыз болған жағдай болса, онда номер 1 болады. Апаратын датаңыз, ол қай күні апарасыз, сол күнді жазасыз. Мысалға бүгін уже 26-сы. Сол себепті 26-сын толтырып шығамыз. Иін ауысты, номер қойылды, датасы қойылды. Енді ИП-ның атауы. Мына жақтан копировать етіп аламыз. Excel-ға кіреміз. Мына жерден керек емес жерді өшіріп тастаймыз. ИП деген атауды жақшамен қалдырамыз. Осылай түседі. Мына жерге тоже солай ауыстырамыз. Ендігі кезекте мына жерге біз товар жеткізетін мекеменің адресін жазамыз. Ол да Госзакуп порталында бар. Заказчик деген жерде тұр. Полный адресіне дейін копировать етіп аламыз. Осы жерден мүлде өшіріп тастаймыз. Ставить деп қоямыз. Байқасаңыздар сыймай қалды. Бұның шешімі өте оңай. Ол үшін кез келген жерге мышкамен басып жібересіз. Одан кейін сол сызықты көріп тұрсаңыз, 19-ші жолда астыға қарай соссаңыз, ол ұзара береді. Осылай сіз толықтай сыйдырып аласыз. Одан кейін ответственный за поставку. Осы жерге аты жөнін жазып кетесіз. Мына жерде фамилия, имя жеткілікті. Ары қарай кеттік. Товардың атауын жазамыз. Оны Госзакуп порталында төменге түссек, толықтай жазылған. Көп жағдайда дополнительная характеристиканы алып қойғанымыз дұрыс. Копировать.
вставить. Ауысты. Единица измерения. Бұл жерде комплект деп тұр. Ал мына жақта штука. Сол себепті штуканы копировать етіп аламыз. Ауыстырамыз. Неше штук? 365. 365. Мына жерге де 365 жазамыз. Цена за единицу. Бір штугына қанша теңге сұрап тұр, соны жазамыз міндетті түрде. 192-де 99. 192-де 99 тиын. Осылай Enter'ді бассаңыз, Excel программасында барлығын өзі автомат түрде есептеп шығарады. 70.441-де 35 тиын. Ендігі кезекте астыңғы жақта байқасаңыз 66-66 деп жақшаның ішінде жазылып тұр. Ал сізде бұл жерде подлежит отпуску, количество деген жерде 365 деп тұр. Яғни бұл жерге 365 деп жазамыз. Және де жақшаның ішіне 365 дегенді сөзбен жазамыз, орыс тілінде. Ол үшін сіз Google-ға кіріп, плюсті басып, 365 с прописью деп жазасыз. $365. Өйткені бұдан да үлкен цифралар болатын болса, осы Google арқылы бізге өте тиімді. Копировать етіп аласыз. Excel-ға кіресіз. Осы жерге полный ауысып шығасыз. Бұл жер ауысты. Ендігі кезекте мына жерге суммасын жазамыз. Яғни 70.441 деп тұр. 70.441 35 тиын. $7.441-де 35 тиын. Бұл жерге кез келген бір сайтқа кіреміз. Осы сөзді полностью жазып алғанға. Осы жерден копировать етіп аламыз. Мына жерге теңге дегенді қалдырамыз да, қалған ставить деп қоямыз. Енді соңғы қадам, бұл жерге, екі жерге аты жөнді жазып кетуіміз керек. Фамилия және есімімді. Осылайша біздің толықтай накладнойымыз толтырылып бітті. Енді осы жерде байқаған болсаңыздар, мына подпись деген жерге қол қоясыз, сосын мына екінші жерге қол қоясыз да, печатіңізді MP место печати, осы жерге печатіңізді соғасыз. Осымен сіздің товар жеткізетін кезде товармен бірге екі экземпляр накладной шығарып аласыз, распечатка жасап, екі дана шығарамыз. Сол арқылы товарды алып жеткіземіз. Заказчикке барған кезде екеуіне де қол қойып береді. Біреуі заказчикте қалады, біреуі өзіңізде қалады. Одан кейін сіз ары қарай действиені жасағанға сізге міндетті түрде накладной керек болады.
Кейбір жағдайлар сіз товар жеткізген кезде сертификатты талап етеді, өзіңізбен бірге ала келіңіз деп. Егер де өзіңізбен бірге ала кел десе, онда сіз сертификатты сатып алған жерден, болмаса интернеттен официальный сайттардан алып қарасаңыз болады. Ал егер сертификат керек емес десе, онда еш нәрсенің апарудың қажеті жоқ, на всякий өзіңіздің сумкаңызға салып алсаңыз болады. Егер сұрамаса, кейін акт жіберген кезде электронды тіркеп жібересіз. Бар болған осы, керек болған сертификатты біз сатып алған жерден, болмаса интернеттен аламыз. Екі экземпляр накладной алып барамыз, сертификат алып барамыз. Енді сізде сұрақ пайда болуы мүмкін. Логистика жағы қалай? Басқа қалаларға қалай жеткізем? Бұл жерде ешқандай бөгет жоқ. Сіз тендер маманы болғандықтан, Қазақстанның кез келген нүктесінде отырып, кез келген ауылдық жеріне, болмаса қалалық мекенді жерлеріне товар жеткізе аласыз. Ол жерге сіздің болуыңыз міндетті емес, тек қана товарыңыз жетсе, накладноймен бірге болса жеткілікті. Сосын кейбір қалаларға, мысалы сіз Астана қаласында отырып, товарды Талдықорғаннан ұтып алсаңыз, Алматыдан сіз сатып алатын товар шығып тұр. Сіз Астанадасыз. Ондай жағдайда сіз Алматыдан тауып тұрған товарыңызға доставка арқылы сөйлесіп, Талдықорғанға жеткізесіз. Одан кейін Талдықорғандағы мысалға заказчикке сіз накладнойдың сканированный вариантын қолыңызда печатіңіз қойып жіберсеңіз, оған толықтай келіседі. Одан кейін сізге фотосын жіберсе де жеткілікті. Одан бөлек сізден товарға гарантийный талон, гарантия сұрайды. Ондай жағдайда ол ешқандай проблема емес. Біз өзіміздің тарапымыздан сізге шаблон жіберетін боламыз. Соған қолымызды, печатімізді қойып, сол заказчикке табыстасақ жеткілікті. Былайша айтқанда, біз тендер маманы болғандықтан, біз тәуелсізбіз. Кез келген жерге, кез келген ауылға товар жеткізіп, интернет арқылы жұмыс жасай береміз. Тек қана толықтай заказчикпен связьға шығып, согласовать етіп алсаңыз, заказчик келіскен жағдайда товарды сатып алып жіберсеңіз, сізге тиімді болады. Алдын ала сатып алмаңыз. Өйткені сіз заказчикпен согласовать еткен жоқсыз. Мүмкін ол товар оның сұрап тұрғаны емес шығар. Сол себепті толықтай көзіңіз жеткізіп алыңыз. Егер де осы товар десе, онда сол товарды сатып алып, екі экземпляр накладной, сертификат, гарантиясымен бірге салып жіберетін боласыз. Аса қатты бір күрделі процесс емес. Барлығы осындай бағытта жүреді. Бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Накладной толтыру түсіндірілді толықтай. Енді келесі қадамдарды келесі видеодан көретін боласыз. Келесі сабаққа дейін жүздескенше. Тендер жаса мен тендер жаса.